Енді негізгі жобаның мақсаты бұл біздің көне тарихымызды жандандырып, Түркістан регионында, Түркістан аймағында жалпы бүкіл түркі дүниесінен шыққан халықтардың бәрі айтады, біздің тегіміз ол шығыс Түркістан деп. Сол сен Түркістан аймағының тарихын жандандыру. Жібек жолының дәл ортасында жатқан Түркістанды рухани астана ету. Рухани астана ету үшін біз парламентте рухани астана заң қабылдап, Түркістан регионын 5 жылдық салықтан босатып, сол жерде кәсіпкерлікті дамытып, Түркістанның рухани байлығын көбейтіп, тарихымызды жандандырып, дін академиясын құрып, мәдениет университетін құрып, ол жерде халықаралық қазақ-түрік университеті бар, ол жұмыс жасап жатыр. Тағы да оған қосымша үлкен тарихи музейлер ашып, географиялық, сөйтіп Түркістанның жалпы ескі дәстүрде Түркістан жаңа қаласын, бірақ ескі дәстүрде, ескі архитектурада қайтадан салып жандандыру керек. Оған барлығы жетеді, Құдайға шүкір. Міне Түркістанның жағы осылай болады. Біздің Түркістан арқылы керек болса діннің негізгі масқатын жасау. Бүкіл діннің былай айтқанда тәрбиеге, жастары тәрбиеге тазалыққа, басқа нәрселердің бәріне бейнелеу үшін, байымдау үшін жастарды тарту осының бәріне. Ал енді мынау Кентауды алатын болсақ, бұл жаңа айттым, Советтер одағында өнеркәсіп қалаларының ішінде ең нөмір 1-ші қала деп айтқан. Міне сол қалада уақытысында мен Кентау экскаваторный заводын іске қосқан адамның біреумін. Ол жерде трансформаторный завод, Аш-полиметалл комбинаты, көптеген заводтар бар. Оларды модернизация жасау керек. Ол жерде миллиардтаған қалдықтар жатыр өндірістің. Оны жаңа технологиямен бейімдеу керек. Қазір міне жақта уран, таудың ар жағында қасында. Міне жақта космос энергиясы бар. Соның бәрін, сол регионда тұрғаннан кейін осы мүмкіндіктің бәрін пайдалану керек. Себебі ол жерде уран бар жерде, космос бар жерде, редкий металлы бар жерде. Дүниенің қай бұрышын әкелсең инвестор келе алады. Себебі бұл дүние өзіне керек дүние. Сол керек дүниені біз пайдалануымыз керек қой. Міне көрдіңіз ба? Сондықтан айтайын деген бұл жерде екі мәселе басын қосып тұр. Америкада, мен айтайын, дүние өзін дүр сілкіндірген силиконовая долина жаңа технологияны дейміз. Мына жерде, бұл жерде рухани құндылықпен Американың ұмытып кеткен былай айтқанда. Бір жағынан, екінші жаңа білім, жаңа ғылымның нәтижесі жаңа технологияны пайдаланып, біздің табиғи байлықтарды іске асыру керек. Барлық мүмкіндік бар қазір. Егер байлық жоқ болса, оны айтыңыз. Рухани мәселе жоқ болса, оны айтыңыз. Бәрі болып тұр ғой. Тек алып жұмыс істеу керек. Сөйтіп осы жобаны іске асыру керек. Жобаның ең ұтымды жері? Енді жобаның ұтымды жері бұл былай айтқанда қазір мынау батыс Қытай, батыс Европаға жол салып жатыр. Жібек жол сол жерден өтеді. Он жерде айтайын дегенім транспорты логистикалық орталық, туризм орталығы, ауыл кластері. Көрдіңіз ба? Жаңағыдан басқа тағы көп нәрселер бар. Сондықтан бұл айтайын дегенім ең ұтымдығы халықтың игілігіне. Сол жердегі жаңа санадық, жалпы оңтүстікті алатын болсақ 7,5 миллион халық қамтамасыз етіледі. Басқасын қойғанда. Бұдан артық қандай өту керек? Міне сондықтан халықтың игілігіне жаралатын ұтымды проект, бір сөзбен айтқанда.